Қазіргі қазақ әдебиетінің әлеміндегі дарынды ақындардың ішінде өз ойын, өмір шындығын көркем тілде, ақындық биік тұрғыдан шеберлікпен жырға қосып жүрген асқан талантты, көркем сөздің шебері, не жазса да ән әлемімен, өлең өнерімен, жыр тілімен жеткізе жырлайтын Ақштап Бақтыгереева бүгінде 80 жасқа таяп қалды. Өзінің бір сұхбатында өмірден көрген, өз басымнан кешкен оқиғалардан түйгенім, ана дүниедегі ең қасиетті, ең қадірлі адам. Асылында тіршілікте ана баласына бар мейірімін беретін, өзін құрбандыққа шалатын адам, баласы үшін бәріне төзетін адам. Рас, жұмырбасты пендеге барлық мамандықты игеруге болады. Дүркіреген бизнесмен де, мықты заңгер де, сонау мұхиттарды бағындыра алатын басшы да бола аласыз. Бірақ шынайы ана болу ең күрделі мамандық. Себебі ана болу деген сөз өзіңді құрбандыққа шалу, ал ол үлкен төзімділікті, кең жүректі қажет ететін дүние деген еді. Ақын поэзиясында ана туралы жырлармен бірге анамен сырласу басым. Ол бүгінгі өмірі туралы да ішкі сезімдері мен толғаныстарды, мазалап жүрген сұрақтарды, жүрек түбінде бұғып жатқан сырларды анасына ақтарады. Міне, сондай өлеңдерінің біріне тоқталып өтейік. Ақштап Бақтыгереева анаға хат. Менің мына хатымды алып танам. Кезім бар жүрегімді жан ұқпаған. Достарымды алдаған кезден бері адамдарға сенуден қалып барам. Ақ көңілім ішінде күйім енді, аңқаулығым шекеме тие берді. Ешкім менің басымнан әкем өліп еңіреген кезде де сүйем еді. Өз бетіммен жол тауып келем енді, қарапайым болсам да елім еді. Адамдарға қашанғы жаям құшақ, сүрінгенде ешбірі демемеді. Жалғыз саған жазамын сырымдана, сен ғана жақын едің бұрында да. Адамдар емес мені сүйеп жүрген, құлатпай келе жатқан жырым ғана. Сырласуға қол тимей бара алмағам, жауап күтіп сол хатқа алаңдағам. Немересін қасына отырғызып, хат жаздырып салыпты анам маған. Былай депті қолымен немеренің: мен саған жалғас өмір неге бердім? Құлыным, жақсылықтың нышан емес, жаманның жамандығын елегенің. Білмебем мұнша жанның күйрекпеді, адал дос рас қызым сиректегі. Басыңды сүймеуі адамдардың өзің мықты болуға үйреткені. Тегіс жолдан тұрмайды өмір деген, адамға ең керегі сенім дерем. Бар адамға қарағым баға берме, бір ақымақ қалдырған көңілменен. Түн қарасы қашады таң атқанда, ақ бейілде ұқсас ақ барақтарға. Еш уақытта өзгені орға шығып, өзім көш бастаймын деп талаптанба. Жүрегіңді ұқпаған кейін ұғар, өзіңнің ниетіңе сыйынып ал. Күндеме өзгелерді, кінәлама, әркімнің лайықты биігі бар. Өмір ғой кездесесің наданға да, жақсыны ауыстырма жамандарға. Сен маған жазба қызым, бұдан былай сенбеймін деген сөзді адамдарға. Дос болмайды алдыңда күліп тұрған, қаталдау көз қараста үміт тұнған. Алдымен адамдарға қарыздарсың, солар саған жыр жазар сырып тұрған. Мен содан қайта күліп шырқадым ән, қаламды қайта ұстадым жыр сағынған. Немереге жаздырған мынау жазу ұялтқандай ертеңгі ұрпақ